Сәлем баршаңызға. Біз бүгін яркий маникюр жасайтын боламыз. Ол үшін бізге основаға мен ақ гель-лакты просушивать етіп алдым. Одан кейін қызыл, голубой, ақ түсті алып, араластырып, осындай сердечко салдым. Оның разводтары керемет болып шығады. Камера полностью это не передает, но обалденный дизайн. Оны содан кейін үстіне матовый топпен жағып алып, оны просушивать етіп аламыз. Одан кейін үстіне осындай қара обычный гель-лакпен обводить етіп, үстін кептіріп алғаннан кейін үстіне втирка жағасыздар да. Сосын кейін прозрачный топпен жағып, жағы қара обводить еткенді жағып алып, одан кейін оны артығын сушить етіп алғаннан кейін артық втирканы сүріп тастайсыз, и вуаля, біздің бірінші дизайн дайын болды. Ал екінші дизайн тура сол методпен жасалады. Голубой оттенокта өте керемет дизайн болып табылады. Уақытыңызды көп алмайды, но креативный. Любой клиентке ұнайды, только основасын жақсы таңдасаңыз болды. Менің каналым сіздерге полезный болса, ұнаса, обязательно комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Мне будет очень приятно, я буду стараться. Ал егер сіз білмей жүрген, бірақ жасап көргіңіз келіп жүрген дизайндардың бірі болатын болса, обязательно оны жазып кетіңіздер. Мен соны постараюсь жасауға и разбирать етіп бере аламын, қалай немен жасау керектігін. Үшінші вариант бізде қара оттенокта. Ол тоже эффектно көрінеді. Так что өзіңізге қандай дизайн ұнағанын комментарийға жазып кетіңіз. Бұяқта обязательно өзіңіздің фантазияңыз, оттенктарды таңдау талғамыңыз жоғары болу керек. Өзіңізге қандай түстер ұнайды, сол түспен жасай беруге болады. Импровизация приветствуется дегендей ғой. Так что қай вариант саған ұнады, обязательно жазып кет, мне будет приятно. До скорых встреч, пока-пока.